Сәлем достар, бұл HTML курсы. HTML курсының ең бірінші сабағы. Және де әрі менің ең алғашқы курсым болып саналады. Сондықтан да сабақ барысында мен кейбір сөздерді дұрыс айтпасам, я болмаса терминдерді дұрыс қолданбасам, айып етпеңіздер. Және де мен орысша сөздер қолданам, себебі енді ғана мен қазақша сабақ түсіндіріп үйреніп жатырмын. Осы бастап. Енді курсымызды бастайық. Жалпы сайттар қалай жұмыс жасайды, мен соны түсіндіріп кетейін. HTML үйрену үшін. Жалпы HTML веб бағдарлама, веб разработканың бастамасы болып саналады. Жалпы адамдар неше түрлі құралдармен кіреді интернетке. Оның біреуі ноутбук, компьютер, сотка, телефон, планшет. Солар, мысалға, сіздер браузерді ашып egov.kz сайтын терген кезде, ол арқылы модем арқылы запрос жіберіледі. Ол DNS серверге сайттың қай жерде орналасқанын сұрайды. DNS сервер сізге сайттың қай жерде орналасқанын көрсетеді де, сіз кіре қоясыз серверге, сояқтан сіз жауапты қайтарып аласыз. Енді толығырақ түсіндірейін. Domain name сервер деп отқанымыз не ол? Ол DNS сервер, қысқартылғанда DNS деп айтады. Ол сізге справочник деп түсінсеңіз болады. Сайттардың қай жерде орналасқанын көрсетеді. egov.kz сайты мындай IP адреспен орналасқан деп айтады. IP адрестер 176.26.18.47 деген сияқты мысалға келтіріп тұрмын. Осындай IP адрес сізге жауап күйінде қайтарылады. Сондықтан сіз ол сайтты іздейсіз де, соған запрос жіберіп, сіз документ қабылдайсыз. Ол ең бірінші келетін документ файлдар күйінде қабылдайсыз жауапты. Оның ең бірінші, ең маңызды жауабының бірі HTML файл болып саналады. Сол HTML файл арқылы сіздің сайтыңыз ашылады. Мысалға egov.kz міне тердік қазір міне. Сол кезде қазір ашып қарасаңыздар, менде шамалы интернет баяу жұмыс істеп жатыр. Міне сайт egov ашылады. Ол қалай ашылып тұр? Браузер оны қалай түсінді? Мысалға қандай сан бар, мына жазулар, әріптер. Оның бәрі HTML күйінде келді. Міне мынау қазір осы тұрғанда сіздерге исходный код күйінде көрсетіп тұрмын. Мына жерде документ жариялап жатыр, doctype. Содан кейін текст алды HTML, lang орысша. Ол енді мынау браузерлерге емес, ол поисковиктерге больше информация болып келеді. Содан кейін оның ішіндегі мына сайтта даже JavaScript-те де салған. CSS кодты да осының ішіне салып жіберген, бәрін бір жерге тығып. Міне осы жалпы сайттың міне HTML күйінде осылай қайтарады сізге, сондықтан сіз осындай сайтты көре аласыздар. Одан кейінгі тағы көмекші файлдар болады. Ол CSS деп айтады, JavaScript деп айтады. Ол тағы да сайттың CSS ол әдемі болып көруіне, ал JavaScript оның функционалдық жағынан жұмыс істеуіне көмектесетін файл. Ол уже бағдарламау тілі болып саналады. Ал HTML бағдарламау тілі емес. HTML дегеніміз не? HTML бағдарлама тілі емес, ол орысша айтқанда язык разметки дейді, қазақша ерен мәтін белгілеу тілі деп айтады. Википедияда қысқаша айтылып кеткен. Негізі бұнда түсіндірілгені кішкене қиындау, бірақ бір оқып шығуыңызға болады. Жалпы HTML деп отқанымыз, мен былай өзімше қысқаша түсіндіріп кетейін. HTML деп отқанымыз сіздердің жаңа сайт ашықтық, мысалы egov.kz, соның көрінуіне секпілін тегізетін, көмектесетін құжаттың бір түрі, құжат деп айтсақ болады. Мысалға сіздер Word-пен ашқан кезде Word-ты жаңа мәтіндер жазбайсыздар ма? Дәл солай күйінде ол да мысалы документ сияқты, .doc деген сияқты, ол да бір түрі .html кеңейтіліммен жазылатын. Кеңейтім орысша расширение деген сөз. Қажетті құралдар HTML5 бірінші айтып кетейін. Қазіргі қолданылатын дұрыс версиясы HTML5, HTML6 әлі жасалып жатыр. Оны әлі қолданып қажеті жоқ. Ал көне версиясын қолдануға тыйым салынады. Неге? Өйткені ол көнеріп кетті. Браузерлерде оны енді поддержкасын жасамайды. Бұрын HTML4.0.1 деген версиясы болды. Оның бір өзінің қиыншылықтары болды. Қатты айырмашылық жоқ HTML5-ке қарағанда, бірақ HTML5 әдемірек, таза болып көрінетін тілдің версиясы. Қажетті құралдарды айтып кетейін. Атақты екі құралдар бар. Оның біреуі Sublime Text, екіншісі Visual Studio коды. Ал Sublime Text қазір қолданамыз. Себебі ол өте қарапайым әрі жеңіл. Содан бастасақ болады. Егер де сіз Windows-та отқан болсаңыз, онда қарапайым блокнот қолдансаңыз да болады. Бірақ бұл редакторлер қолданған дұрыс. Неге? Өйткені бұл жақта
кодтың подсветкасы бар, әртүрлі түстермен көрсететін. Әрі сіздің қателеріңіз болса жазбаларыңызда, кодыңызда, ол сізге қате деп көрсетеді. Соның арқасында осы редакторлар қолданғандарың дұрыс деп санаймын. Енді Sublime текст ашайық. Мен уже қондырып жасап қойғам, сіздер өздеріңіз қондырып алыңыздар. Жалпы документ қалай HTML документ қалай жариялайды. Міне леп белгісі документ, пробел, HTML деп жазады. Мына жерде байқасаңыздар, үлкен кіші таңбасы салынады. Мына таңба басталып жатқанын білдіреді, мына таңба аяқталғанын білдіреді. Ал ішіндегі нәрсе тег болып саналады. Бірақ мына осы тұрғанда толығымен тег деп айтпайды, бұны жариялау коды деп айтады. HTML документ екенін жариялап тұрған код. Енді HTML деп салайын. Мына жерде байқап тұрсаңыздар, HTML 2 рет салдым. Неге? Өйткені мына жерде бұл екеуі бір тег болып саналады. Мынау HTML басталып жатқан жері деген сөз, ал мынау HTML осы жерден аяқталды деген сөз. Ал мына белгіні жабу таңбасы болып саналады, слэш, жабу тегі деп айтады. Міне HTML басталды, HTML бітті. Қазір ішіне енді маңызды тегтер саламыз. Олар маңызды тегтің біреуі head, голова, бас. Ал екіншісі body, дене, body. Онда жабу керек міндетті түрде. Міне қазір мына жерден мен аштым head тегін, ал мына жерден body тегін ашып, мына жерден бітірдім body тегін. Жалпы head'тің ішінде нелер орналасады? Ол head'тің ішінде сізге көзге көрінбейтін заттар орналасады, керісінше. Оның біреуі title, кодировкасы, тағы да жаңа қандай файлдар тағы бұл HTML-ға қосылу керек көмекші есебінде, осы head'тің ішіне жазылады. Ал body'дің ішіне көрінетін заттар жазылады. Мысалға, мен қазір мысал келтіріп кетейін, title деп жазайық. Title деген қазақша тақырып деп аударсақ болады. Бұл сайт деп жазып қояйық бұл жерге. Ал мына body'дің ішіне сәлем әлем деп жазайық. Сақтаймыз. Рабочий столға сақтап жатырмын. Сіздер өзіңіз ыңғайлы жерге сақтаңыз. Бір папка ашып қойып сақтасаңыз да болады. Сохранить басам. Сақтаған бойда менің Sublime текст браузерім HTML екенін түсініп қалды. Себебі .html деп жазған соң сақтаған кезде. Сондықтан да ол мына таңба белгілерді розовый есебінде көрсетіп тұр. Тег екенін көрсетіп бізге. Мына қазір тег екенін біліп отырмыз. Міне мен сақтаған кезде index.html деп сақтадым. Неге индекс деп жазады? Себебі өйткені браузерге сіз запрос жіберген кезде ең бірінші іздейтін файл ол индекс файл болып саналады. Ал .html ол расширениесі. Windows'та ол көрінбеуі мүмкін. Сіздер әдейі көрінетіндей алып етіп қойыңыздар. Оны интернетте қалай істеуге атынан ақпараттар толып тұр. Тақа болмаса комментарийға жазыңыздар. Расширениені көрінетін қылып талмайтын. Мен сіздерге тағы бір видеоролик түсірем, қалай көрінетін қылып жасауға болатын. Міне, сонымен осы файлымызды ашып көрсетейін сіздерге. Міне, көріп тұрғаныңыздай сайт ашылды. Сәлем әлем деген жазуымыз жазылды ортасында, көрінетін денесінде. Ал манаға бұл сайт деп кодымда жазған, мына жерде бұл сайт деп жазған нәрсе, ол мына жоғары жағында орналасқан, міне бұл сайт деп осы жерде. Сонымен мен ең алғашқы курсымның бірінші сабағы бітті. Келесі сабаққа дейін көріскенше.